Өңірде оқушыларды тегін тамақтандыру үрдісі биыл да жалғасады. Ол үшін 3,8 миллиард теңге қарастырылған. Бұл туралы облыстық білім басқармасының мамандары өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында айтты. Биылғы жаңа оқу жылында жалпы өңірде 461 мектепке дейінгі білім беру ұйымы мен 458 мектеп және 24 колледж жұмыс істейді. Олардың барлығы жаңа оқу жылына сақадай сай. Облыста 7351 бала мектеп табалдырығын алғаш аттамақ, ал 3875 бала керісінше осы оқу жылында алтын ұя білім ордаларымен қоштаспақ. В этом году оқу жылы биыл 1 қыркүйекте басталып 25 мамырда аяқталады. Барлығы 34 аптаны құрайды. Ал 1 сынып оқушылар үшін демалыс күндермен қосқанда 33 апта шығады. Ал жазғы демалыс уақыты 3 ай. Айта кетейік, биылдан бастап 3 сынып оқушылары шет тілі, еңбекке баулу және бейнелеу өнері секілді пәндерді оқиды. Өткен жылдан бері өңірдің бастауыш сынып оқушылары тегін тамақпен қамтамасыз етілген. Биыл 37 мың оқушыға мектеп асханаларында тегін ыстық тамақ беріледі. Ол үшін бюджеттен 3,8 миллиард теңге қарастырылған. Бесплатного горячего питания. Балалардың тамақтану сапасын бақылау аясында мектептерде бракераждық комиссиялар құрылды. Сонымен қатар барлық аудандарда ведомствоаралық сараптамалық топтар жұмыс істейді. Олардың құрамына ата-аналар қоғамының, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері кіреді. Тек өткен жылы олар 1893 тексеріс жүргізді. Тамақтану сапасын арттыру мақсатында мектеп асханаларын жаңғырту, асхана блоктарында бейнебақылау орнату жүргізілуде. Биыл ол үшін 424-те 3 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар брифингте спикер оқушыларды оқулықпен қамту туралы да айтып өтті. 2024 жылы кітаптарды сатып алу мен жеткізуге 890 миллион теңге бөлінген. Оның 165 миллион теңгесіне әдеби оқулықтар сатып алынған. Заключено 155 договоров. Баспаханалармен 155 келісім жасалған. Оның аясында 292.559 дана оқулық алынады. Қазіргі кезде оқулықтарды жеткізу басталды. Оқу жылының басына дейін барлық кітап әкелінеді. 12 тамыздан бастап балаларға оқулықтар таратылып жатыр. Сондай-ақ брифингте мектептердің материалдық техникалық базасы туралы да баяндалды. Ол үшін биыл 6,4 миллиард теңге бөлінген. Бұл былтырғымен салыстырғанда 2 миллиард теңгеге көп. Облыстық білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті 17 шілдеден бастап өңірдегі білім ордаларының жаңа оқу жылына дайындығына мониторинг жүргізген. Департамент мамандары жалпы биыл күрделі жөндеу жүргізілген. 42 мектеп пен ағымдық жөндеуден өтетін 19 білім ордасын қамтыған. Тексеру нәтижесінде күрделі жөнделетін мектептер 60-70%-ға дайын екен анықталды. Ағымдағы жылдың 4 мамырынан бастап білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары бекітілген нөмір 470 бұйрығына енгізген толықтырулар мен өзгерістер қолданысқа енгізілді. Мектеп компьютерлерінің интернет желісіне қосылу мүмкіндігі туралы талап кем дегенде 20 мегабит секунд, ең төменгі қосылу жылдамдығы туралы нормамен толықтырылды. Бұл ретте деректерге сәйкес мониторинг облыстың 50 және 5 мектептерінде интернеттің нақты жылдамдығын көрсетілген нормадан аз екенін көрсетілді. Бірақ та атап өту керек, Аққайын, Мамлют, Тайынша аудандарының барлық мектептері осы талапқа сай келді. Естеріңізге сала кетсек, 2023 жылы Петропавл қаласының Береке және Орман шағын ауданында 600 орындық 2 мектептің құрылысы басталған еді. Білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті бұл нысандарға мониторинг жүргізген. Нәтижесінде 2 мектепте де құрылыс жұмыстары кестеге сай жүргізіліп жатқан анықталды. Дариға Қуаныш, Қуанар Абдрахманов, жаңалықтар қызметі.